Саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздерге өте дәмді, өте әдемі жұмсақ пирожный персикті жасап көрсетемін. Оған бізге керегі жұмыртқа мен қант. Жұмыртқа мен қантты мен видеоға түспей қалыпты. Екеуі бөлек тұрғаны, екеуін қосып қойдым. Одан кейін екеуін миксерлейміз жақсылап, ақ болғанша көріп тұрғандарыңыздай. Оның үстіне май қосамыз. Майымыз бөлме температурасында жұмсақ болу керек. Оны араластырып алғаннан кейін қаймақ қосамыз. Қаймақ та бөлме температурасында болу керек. Негізінде жұмыртқаны жуып, дайындап, бөлме температурасына оны да қойып қоямыз. Ұнды електен өткізген дайындаймыз. Үстіне мен разрыхлительді қосып араластырып қойдым. Оны 2-ге 3-ке бөліп қосамыз. Негізінде жұмыртқаны бірінші категорияда алған жақсы. Менде мына жерде үлкені особый категория болды, сондықтан рецепттен сәл көбірек кетті маған ұн. Негізінде бірінші категорияда бойынша салсақ, жұмыртқаны рецептпен кетеді, жетеді. Ол сәл жұмсақтау болып шығады тестіміз. Қолға жабысады, мына көріп тұрсыздар, қолға жабысады. Сондықтан қолымызда перчатка болу керек, және перчатканы майлап тұруымыз керек. Осындай етіп, тестіні жасап болғаннан кейін негізі 1 сағатқа холодильникке қойып қойдым. Одан кейін алып, 1 сағат өткеннен кейін осындай етіп жасаймыз. 15 граммнан қолымызға перчатканы майлап тұрамыз. 3-4-еу, 5-еуін жасап алғаннан кейін және де жайлап майлап тұрамыз. Қатты май болып кетпесін. Осылай бәрін жасап аламыз да. 180 градусқа 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасына байланысты. Одан кейін мені көріп тұрғандарыңыздай пышақпен түбін аламыз. Бірінші суытамыз, печеньеміздің бәрін суытып аламыз. Ыстықтай болмайды. Суығаннан кейін үстіп түбін бәрін кесіп дайындаймыз. Дайындап алғаннан кейін 2 бөлек суға краска дайындаймыз. Қызыл краска және сары краска. Егерде оранжевый краска болса жақсы тіпті. Мынандай етіп піскенде бәрібір әртүрлі болып шығады. Бір-біріне дайындап қосамыз. Бір-біріне ұқсайтынын. Мынандай 2 красканы ыстық суға, кішкентай ғана ыстық суап дайындап аламыз. Краскамыз еру үшін. Одан кейін үстіне сәл-сәл мұздай су қосамыз. Мен сары краскаға сәл қызыл красканы қостым. Сол кезде менде оранжевый шықты. Мынандай менде сгущенка вареный. Сонымен арасымен бірінші сары краскаға, одан кейін қызыл суымызға араластырып 5-6-ауын жасап аламыз. Бәрін жасамайсыздар. Құрғап кетсе қант жабыспай қалады. Мен 3-4-еуін жасап аламын. Содан кейін дайындаймын. Жасадым. Одан кейін арасына сгущенканы салып, үстіне орех жаңғағын салдым. Грех жаңғағын. Бірақ та салмасаңыздар да болады жаңғақты. Менде үйде бар, содан кейін маған ұнайды жаңғақ салған, сондықтан мен грех жаңғағын салдым. Мені көріп тұрсыздар, жайлап жасап жатырмын. Осылай етіп жасайсыздар. Екінші бөлігінен тағы да саласыздар. Сосын бір жағына үлкенде өтіп, кішкентай бір 4-ге бөлгенін жаңғақты саламыз. Байқайсыздар, ағашы кетіп қалмасын ішіне. Осындай етіп салып, екінші бөлегін жапсырамыз. Сары жағына сары, қызыл жағына қызыл, персик сияқты етіп жапсырамыз. Міне. Осылай жабыстырып алып, қантқа жақсылап араластырамыз. Мына ортасындағы жерлерінің бәрі қантқа жабысу керек. Қант жабысу керек. Сол кезде әдемі болады. Жақсылап қарап алыңыздар, қалай Әне ортасына және де қолымен көмектесіп жүреміз, екінші қолымызбен. Достар, менің каналыма жазылып қойыңыздар, лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Алда әртүрлі жақсы рецептермен бөлісіп отырамын. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Осылай етіп бәрін жасаймыз. Көрдіңіздер ме, әр дастарханда, мерекелік дастарханның сәнін келтіреді. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным үлкен.